Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге ерекше дәмді тағам жасайтын боламын. Оған әуелі етімізді осылай сақтап турап аламыз. Менде жылқының еті. Осыдан дайындайтын боламын. Етімізді осылай турап аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмді. Енді осыған салатын нанымызды басамыз. Оған бір жұмыртқамды алып, тұзбен араластырып жатырмын. Ұнымызға салып, суымызды құйып, осыдан нан басамыз. Иіні қанғанша басып қоямыз. Қамыр басып аламыз, осыдан жұмсақтау қылдырып. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Осындай етіп қамыр басып аламыз. Иіні қанғанша. Қолға жабыспайтындай қамыр шығу керек. Міне басып алған, салапанға салып 15 минутқа қоя тұрдым. Енді осыны тағы бір басып алып, екі бөлікке бөлеміз. Тағы бір басып аламыз. Осымызды енді салапанға салып, біреуін жаямыз. Біреуін салапанға салып қоя тұрамыз, кеуіп кетпеске. Мынаны енді оқтаудың көмегімен жұқалап, жіңішкелеп жайып аламыз. Бешбармаққа қамыр жайғандай қылдырып. Оқтауымыздың көмегімен жаямыз. Енді екі шетін ортасы қалың болып кетпесе, осылай жайып аламыз. Осындай болып шығады. Қалың да емес, жуан, жіңішке де емес болып. Осындай жайма шығады. Тартқанда осындай жыртылмайтын. Осыны енді төртке бөліп аламыз. Мен төрт бөлікке бөліп алдым. Енді осыны қызып тұрған тавамызға газге апарып, екі жағын қарып аламыз, кептіріп. Міне осыны екі жағын қарып аламыз плитаға, газге кептіріп. Сонда кесуге де жақсы болады.
жабыспайды бір-бірлеріне. Барлық жағықтарын істеп аламыз осылай қыздырып. Міне төртеуін де қарап алдым. Екі жақтарын. Енді осыны жылылай тұрған күйінде ортасынан бір бөліп кесеміз. Міне осындай екіге бөліп аламыз тағы да. Енді осыны ораймыз да жылы күйінде кесіп аламыз. Осылай кесеміз. Лапша қылдырып кесіп аламыз. Осындай аралары ашық-ашық. Оның да керегі жоқ, күшті осындай болып шығу керек. Осындай болып шығады. Аралары күшті, жұмсақ. Енді етімізді қызып тұрған ыдысымызға майымызды құйып етімізді пісіреміз. Осыған су құйып 30 минутта етімізді пісіріп аламыз. Пісіп тұрған етімізге картошкамызды саламыз. Менде тұздалған ет, сосын тұз салмадым. Кішкене су құямыз. Енді картоптарымызды турап аламыз. Мен үлкендеу қылып турадым картоптарымды. Осы картоптарымыздың бәрін турап аламыз. Өз қалауларыңыз жуа салуға да болады. Сәбіз салуға болады. Міне пісіп қалған картоптарым. Енді осыған банаға нанымызды, кескен нанымызды саламыз. Басып тастамаймыз жабысып қалмасқа. Енді осыған мен 2 қасық сұйық май құйдым. Татымына қарай тұзын, бұрышын салуға болады. Міне осындай болып шығады. Енді осыны пісіреміз. Міне дайын болған ерекше тағамым. Міне пісіп тұрғаны. Енді осыны ыдысымызға саламыз. Әуелі нанын салып алып жатыр міне. Аралары ашық-ашық. Жақсы болып шығады. Міне картоптарым, етім бәрі пісіп қалды. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Жақсы, дәмді, тойымды тағам. Менің каналыма тіркеліп, лайк бас. Міне осындай болып шығады. Керемет. Ас болсын. Рахмет баршаға. Менің каналыма қарап, күнде түрлі видеолар салып отырамын.
Рахмет баршаға. Ас болсын.